Қазақстанның даму банкі бүгін тағы бір ірі жобаны қаржыландыратын мәлімдеді. Мұнай саласындағы машина жасайтын еліміздің батысындағы серіктестік өндірістік қуатын 2,5 есеге арттырмақ. Мұнай өңдеуге қажетті жабдықтарды шығару бойынша елімізде бәсекелестік бар ма? Қазақстан даму банкі биыл қанша кәсіпорынды қаржыландырып үлгерді? Әріптесім Индира Жылқайдарова сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шықты. Индира, сөз өзіңде. Рахмет, Ғани, кеш жарық құрметті көрермен. Ресми дерекке сүйенсек, Қойнау Қаралтынға тұнған Қазақстан бүгінде тәулігіне 1,8 миллион баррель мұнай өндіреді. 90-шы жылдарда елімізге келген ірі трансұлттық корпорациялар өндірісте импорттық құрылғыларды ғана пайдаланатын. Басым бөлігін әлде шетелден импорттасақ та, мұнай машинасын жасауда Қазақстанда қадамын нықтай түсті. Отандық зауыттардың бірі бүгінде ірі ұңғыма құрылысы мен жөндеу, мұнай өндіріп жинауға арналған және жылу энергетикалық жабдықтарды шығарады. Жоба құны 15,3 миллиард теңге. Қазақстанның даму банкі 10,6 миллиард теңгені 14 жылға қарызға берді. Болашақта экспортқа шығаруға біз қазірде дайынбыз. Осы проектті іске асырғаннан кейін жағдайы бірнеше рет өзгереді. Шығаратын жабдықтардың бәрі халықаралық стандартпен сертификатпен шығаратын боламыз. Қазір сөйтіп жатырмыз. Елімізде мұнай-газ кәсібіндегі жабдықтар мен қосалқы бөлшектер жасауда әзірге бәсекелестік жоқтың қасы. Бірақ соңғы жылдары мұнай сервисі қарыштап дамуда, дейді кәсіпорын басшысы. Зауыт қуатын 2,5 есеге арттырып, өнім көлемін 20 мың тоннаға ұлғайтпақ. Атырау ірі габаритті құрылғылар, бөлгіш бағаналар, реакторлар, мырыш жабынды бар металл бұйымдардың өндірісі реттелмек. Кәсіпорын бүгінде теңіз, Қарашығанақ кен орындары мен бірталай мұнай өндіру зауыттарын отандық жабдықтармен қамтып отыр. Если мы продаем ТШО, мәселен, теңіз кен орнындағы компаниялар бізден Еуропадан тікелей алғандағыдай бағамен алады. Мұның өзі кедендік шекараны кесіп өтпесе де экспорт есебінде. Мысалы, газ үйлестіргіш құрылғы Ресейде де жасалмайды. Біз әлемдік стандартпен шығарамыз. Диаметрі 10 метр мұнай құрылғыларын Қазақстанда біз ғана жасаймыз. Қазір Өзбекстан, Түркменстанға да біраз өнім экспортталды. Айта кетейін, қарыз 14 жылға 7% берілді. Жаңа жобаны жүзеге асыруда 170 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Инфрақұрылым секторын дамытудың ұлттық институты қаржыландырылатын әр жобаны мұқият зерттейді. Дәл осы Атырау мұнай машты қаржыландырып отырған себебіміз жоба индустриялық инновациялық бағдарлама талаптарына сай келеді. Зерттеу кезінде барлық тәуекелдерді сараптадық. Кәсіпорын нарықта өз өнімін өткізе алатынын да дәлелдеп отыр. Индира, импортқа тәуелді болғаннан өз керегімізді өзіміз жаратқан құптарлық қой. Басқа қандай жобалар қаржыландырылыпты? Ғани, сұрағың орынды. Қазақстанның даму банкі жыл басынан 370 миллиард теңгеге 5 инвестициялық жоба мен 3 экспорттық операцияны қаржыландырған. Мәселен, Шымкент мұнай өңдеу зауытына 932 миллион доллар бөлген. Ғани? Рахмет, Индира. Біз олай болса өзге де тақырыптарға өтейік.